Баршаңызға сәлем достар. Оқыту қазақ тілінде жүргізілмейтін сыныптар үшін қазақ тілі мен әдебиеті базадағы сұрақтар, яғни Т2 сыныптары үшін квалтестке келген сұрақтармен бөлісетін боламын. Арнада шығатын жаңа сұрақтарды жіберіп алмас үшін каналға жазылып, лайк баса кетіңіз. Бірінші сұрақ: жалқы есім, біртектес заттардың жеке атауы. Екінші: тәуелділік жалғау. Жауабы: бір заттың екінші затқа тәуелділігін, меншіктігін білдіреді. Үшінші: топтау сан есім. Жауабы: 5-5-тен, 3-3-тен. Төртінші: септік жалғаулары арқылы жасалған үстеулер. Жауабы: ежелден, түнімен, баяғыдан. Бесінші сұрақ: қимыл сын үстеулері қатысқан сөйлем. Қонақтар үстелде емін-еркін отырды. Алтыншы сұрақ: есептік сандардың шығыс, ілік септігі мен тәуелдік жалғауларында тұрып, және жарым, жарты, ширек сөздерінің тіркесіп келуінен жасалатын сан есім. Бөлшектік сан есім. Жетінші сұрақ: реттік сан есім. Жауабы: 20 ғасырда әдебиеттің жаңа ағымы пайда болды. Сегізінші сұрақ: сөз тудырушы жұрнақ арқылы жасалған зат есім. Жаман ханға ақылымен, тапқырлығымен жақты. Тоғызыншы сұрақ: ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің, ағайынның қадірін жалалы болғанда білерсің. Өлең жолдарындағы қатыстық сын есімдер. Жауабы: балалы, жалалы. Оныншы сұрақ: баяндауыш қызметіндегі ортақ етіс. Жауабы: қорадағы сиырлар бір-бірімен сүзісті. 11-ші сұрақ: Бердібек Соқпақбаев 16 жасар чемпион шығармасындағы Мұраттың жеңіске жеткен спорт түрі. Жауабы: бокс. 12-ші: медеу сәрсеке 7-ші толқын әңгімесіндегі оқиға айтылған жер. Жауабы: Хорват елінде саяхатта. 13-ші: Мұстафиннің шығармасы. Қарағанды. 14. Жансүгіровтің күй поэмасының кейіпкері. Қобызшы. 15-ші: сағаттың шықылдағы емес ермек өлеңінің авторы Құнанбаев. 16. Нұрпейісовтің қан мен тер романындағы суреттелген оқиға. Нұрпейісовтің қан мен тер романындағы суреттелетін оқиға. Балықшылардың ауыр тағдыры. 17. Мақатаевтың өлеңдері. Тоқта ботам, ертең біз жол жүреміз. 18. Тұмар. Томирис атқа мініп семсер ұстаған. 5-6 жасында. Яғни 5 жасында атқа мініп, 6 жасында семсер ұстаған. 19-ші сұрақ: көшпенділер айналысты. Мал шаруашылығы. 20-ші сұрақ: Жансүгіров шығармасы дала күйші. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.